Сәлем, ребята! Бүгін бізде фосфор тақырыбы. Фосфордың құрылысына келетін болсақ, фосфорды бізде ең алғаш 1669 жылы Бранд деген ғалым ашқан екен. Азоттан ерекшелігі бізде фосфор қатты зат. Азот бізде газ болған, фосфор уже қатты зат. Фосфордың бірнеше аллотропиялық түр өзгерістері бар. Ол бізде ақ, қызыл және қара деген 3 аллотропиялық түр өзгерісі бар. Мұны фосфор атомының бір-бірімен қосылып, әртүрлі типтегі кристалдық тор түзуге бейімділігімен түсіндіруге болады екен. Яғни кәдімгі фосфор бізде уже бір-бірімен қосылып кетеді екен де, бірнеше аллотропиялық түр өзгерістерін түзе алады екен. Фосфор атомдары 3 коваленттік байланыс түзеді. Міне мына жерде азоттан өзгешелігі фосфор атомдары бір ғана коваленттік байланыспен байланысқан. Қалған 2 валентті электрондары оның 3-ші және 4-ші фосфор атомдарының қосып алып молекулалық немесе атомдық кристалдық торын түзеді екен. Мынау бізде ақ фосфор, мынау қызыл, ал мынау бізде қара фосфордың кристалдық тор түрлері. Табиғатта кездесуіне келетін болсақ, азоттан айырмашылығы фосфор бізде табиғатта бос күйінде кездесе алмайды екен, мүлде кездеспейді. Себебі фосфордың химиялық белсенділігі азоттан әлде қайда жоғары. Ол табиғатта тек қана минерал түрлерінде қана кездеседі. Мысалы, фосфориттер, апатиттер. Мысалы, фосфоритке келетін болсақ, кальций ортофосфаты. Оның құрамы кальций 3, ПО4 екеселенген. Алынуына келетін болсақ, фосфор апатиттен немесе фосфориттен алынады. Фосфоритті, мысалы, кальций 3, ПО4 фосфорит дегеніміз, көмір, немесе оны басқаша біз кокс деп атаймыз, көмір және құммен араластырып, электр пешінде 1500 градус Цельсийға дейін қыздырған кезде бізде фосфор заты алынады екен. Яғни кальций 3, ПО4 екеселенген плюс 5 көміртек С плюс 3 силициум 12 құм. Силициум 12 ол бізде құм. Бізде нәтижесінде кальций силикаты және де фосфор бөлініп шығады екен. И СО2 газы қосымша бөлініп шығады. Түзілген фосфор буы су астында сұйылады және кристалдық тордың түйіндерінде П4 молекуласы болатын ақ фосфор түзіледі екен. Физикалық қасиетіне келейік, фосфор элементі жай зат ретінде бірнеше аллотропиялық түр өзгерістері бар деп айттық. Мынау бізде ақ фосфор, мынау қызыл фосфор, және де мынау бізде 3-шісі қара фосфор, яғни 3 аллотропиялық түр өзгерісі бар. Физикалық қасиеттеріне жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ, ақ фосфор ол бізде кристалды зат, қызыл фосфор ол ұнтақ тәрізді зат, ал қара фосфор уже графитке ұқсас жартылай өткізгіш, яғни қатты кристалл сияқты зат. Қатты зат. Яғни ақ фосфор кристалды зат, қызыл ұнтақ, қара фосфор тоже қатты зат. Түсіне келетін болсақ, ақ фосфор ақ болады, не болмаса ашық сарғыш түсті болуы мүмкін. Қызыл фосфор қызыл қоңыр түсті, қою қызыл қоңыр, и қара фосфор қара сұр түсті болады. Қаттылығына келсек, ақ фосфор ол бізде қатты емес, пышақпен кесуге болады. Мысалы, мына суретте көп тұрсаңыз, уже мынаның шеті как жұмсақ екені көрініп тұр, пышақпен бөлуге болады. Қызыл фосфор ол қатты, ал қара фосфор салыстырмалы түрде жұмсақ болып келеді екен. Балқу температурасына келетін болсақ, ақ фосфор бізде 44 градус Цельсийда балқиды. Қызыл және қара фосфор уже 280 градус Цельсийдан жоғары температурада ақ фосфордың буы түзіледі. Яғни қызыл фосфор мен қара фосфорда 280 градусқа дейін, одан жоғары градусқа дейін қыздырса, бізде қайтадан ақ фосфор алынады екен. Ерікштігіне келетін болсақ, суда нашар ериді ақ фосфор, ал цезийде немесе көміртек дисульфидінде және де этанолда жақсы ериді екен. Суда нашар ериді, бірақ көміртек дисульфиді мен этанолда жақсы ериді. Қызыл фосфор мен қара фосфор бұлар суда іс жүзінде ерімейді, жалпы ерімейтін заттар. Жарқырауы, ақ фосфор бізде қараңғыда жарқырайды. Қызыл фосфор мен қара фосфорлар жарқырамайды. Қараңғыда ақ фосфор как жасыл цвет сияқты жарқырап тұрады. Организмге әсері ақ
фосфор өте улы, күшті у, ал қызыл фосфор мен қара фосфор уже олар екеуі улы емес заттар, иә. Химиялық қасиеттеріне келейік. Қысым мен температура әсерінен фосфордың аллотропиялық түр өзгерістері бір-біріне айнала алады дедік, иә. Жаңа біз айттық. Мысалы, ақ фосфорды 400 градуста бірнеше сағат бойы қыздырсақ, бізде қызыл фосфор алынады екен. Ал қызыл фосфорды 280 градуста қыздырсақ, ол фосфор буының ақ фосфорға айналуын байқауға болады екен, иә. Не болмаса, қызыл фосфор энжар атмосферада ұзақ уақыт қыздырған кезде қызыл фосфорды, ол кезде уже бізде қара фосфор түзіледі екен, иә. Ақ фосфорды 280 градуста және де өршіткі қатысында қыздырған кезде тоже қара фосфор түзіле алады. Ауада ақ фосфор оңай тотығады және қараңғыда жарық шығарады, иә. Грек тілінен аударған кезде фосфор бізде жарық тасушы деген мағынаны білдіреді. Так, аздап қыздырғанда немесе үйкеліске ұшырағанда фосфор уже тұтанып жанады, иә. Нәтижесінде фосфордың 5 оксиді түзіледі, P2O5. Бұл реакцияда фосфор тотықсыздандырғыш қызмет көрсетеді, иә. Суда ақ фосфор бізде ерімейді, сондықтан оны тотықпас үшін су астында сақтайды, иә. Ақ фосфор және суда ерімейді деп айттық, сондықтан оны судың астында сақтайды екенбіз. Қызыл фосфорда оттекпен дәл солай әрекеттеседі, бірақ реакция қыздырғанда ғана жүреді. Қанша градуста? Именно 260 градуста қыздырған кезде жүреді. Мына реакция түзіледі, бірақ именно 260 градуста қыздырған кезде ғана екен, иә. Фосфор қыздырғанда металдармен әрекеттесіп, фосфориттер түзіледі. Мысалы, кальций мен фосфор әрекеттескен кезде кальций фосфориті түзіледі, иә. Бұл жерде фосфор уже бізде тотықтырғыш қасиетті көрсетеді. Демек, фосфор әрі тотықсыздандырғыш, әрі тотықтырғыш қасиет көрсете алады. Металдармен әрекеттескен кезде ол тотықтырғыш қасиет көрсетеді, ал бейметалдармен, яғни оттекпен әрекеттескен кезде тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді, иә. Фосфордың сутекті қосылысы pH3, яғни аммиак сияқты, бұл уже фосфин деп аталады. pH3 аммиакқа ұқсас, бірақ тұрақсыз зат екен, иә. Аммиактан қарағанда түссіз, ауада өздігінен тұтанады. Шіріген балық иісті улы зат. Шіріген балық иісті характеристикасын жаттап аламыз, сұрайды. Так, қолданылуына келетін болсақ, қызыл фосфор сіріңке өндірісінің шикізаты, иә. Шыны ұнтағы мен желімге араластырып, қорапшаның бүйір бетіне жағады екен, иә. Құрамында калий хлораты мен күкірті бар сіріңкенің басын фосфорға осы екеген кезде сіріңке тұтанады, иә. Нәтижесінде осы бізде мына реакция жүреді. Фосфор плюс калий хлор OH. Калий хлор OH бізде сіріңке, ал фосфор ол қорапшаның бүйірін бетіндегі қағаз, иә. Осымен екеуін екеген кезде бізде калий хлораты түзіледі және де P2O5 фосфор оксиді түзіледі, иә. Фосфор оксиді түзілген кезде бізде не пайда болады? Жалын пайда болады екен. Фосфор жанғанда қою ақ түтін пайда болады, иә. Сондықтан ақ фосфорды түтінді шымылдық жасау үшін әскери қару-жарақтардың оқ дәрілерін дайындауда қолданылады екен, иә. Фосфордың көп мөлшерін минералды тыңайтқыштар мен фосфор органикалық препараттар өндірісіне жұмсалады. Фосфор органикалық заттар қатарына зиянды жәндіктерді жоятын заттар жатады. Орта фосфор қышқылына келейік. Бізде орта фосфор қышқылы формуласы H3PO4 түссіз кристалды зат, иә. Суда өте жақсы ериді. Фосфор қышқылы 3 негізді қышқыл, орта дәрежелі электролит, яғни күшті емес, әлсіз де емес, орта, иә, дәрежесі. Графиктік формуласы фосфор бізде орталық атом ретінде ортасында тұрады. Оның бізде қанша? 5 байланыс түзеді, иә. Оның 2 байланысын оттегі жеке өзі алады, қалған 3 байланысын OH топтары алады, иә. Сулы ерітінділерде сатылай диссоциацияланады, яғни именно 3 сатыда жүреді, иә, диссоциациясы. Бірінші сатысында бізде H+ ионы мында бөлек бөлініп шығады, H2PO4-, яғни дигидрофосфат ионы түзіледі. Неге дигидро? Себебі сутектен екеу. Дигидро деген сутектен екеу бар әлі деген мағынаны білдіреді, дигидрофосфат ионы. Ары қарай осы дигидрофосфат ионын H2PO4-ті ары қарай диссоциацияға ұшыратқан кезде H+ ионы тағы да өзі бөлек шығып кетеді. Мына жерде бізде сутектің біреу мұнда кетті, мында біреу ғана қалады. HPO4 2-, себебі мына жерде уже 2 сутегін не істеді, ол өзінен ыдыратып жіберді, сондықтан 2- болады. Бұл бізде гидрофосфат ионы, уже просто гидрофосфат, сутегден біреу ғана.
Әрі қарай осы гидрофосфат ионы тағы да сутек бөледі, мына жерде бөлініп шығады жеке өзі, и по4 өзі жеке бөлінеді. Уже мына жерде 3 минус болады, себебі міне 1, 2 и 3 сутегін не істеді, өзінен ыдыратып жіберді. Сондықтан по4 3 минус болады. Бұл бізде фосфат ионы, иә. Алуына келетін болсақ, фосфор қышқылын фосфор 5 оксидінен алады, иә. P2O5-ке су қосқан кезде бізде H3PO4 орта фосфор қышқылы түзіледі. Кальций фосфатына күкірт қышқылымен әсер етіп алуға да болады, иә. Не болмаса кальций фосфатын қосып H2SO4-ге бізде алмасу реакциясы жүреді. Кальций SO4 плюс фосфор қышқылы түзіледі. Химиялық қасиеттеріне келек, фосфор қышқылы тура басқа қышқылдарға тән қасиетті көрсетеді. Мысалы, металдармен әрекеттеседі. Сутекке дейінгі металдармен әрекеттескен кезде бізде сутек бөлініп шығады. Сутектен кейінгі металдармен әрекеттеспейді, иә. Және де фосфат тұзы бөлінеді, магний 3 по4 екеселенген. Негіздік оксидтермен әрекеттесе алады. Нәтижесінде тұз, фосфат, опять-таки, фосфорит, иә, кальций фосфаты, және де бізде су бөлініп шығады. Негіздермен әрекеттесе алады, және де соның ішінде аммиакпен де әрекеттеседі, иә. Негіздермен натрий OH-пен әрекеттескен кезде натрий фосфаты және де су бөлінеді. NH3-пен әрекеттескен кезде уже бізде бұл жерде аммиакпен әрекеттескен кезде алмасу емес, қосылу реакциясы жүреді, иә. Нәтижесінде NH4 екеселенген H4 аммоний гидрофосфаты түзіледі. Әлсіз қышқылдардың тұздармен әрекеттеседі. Мысалы, натрий 2CO3, H2CO3 бізде әлсіз қышқыл, оның тұзы мысалы натрий 2CO3, иә, натрий карбонатымен әрекеттескен кезде натрий фосфаты және де H2O сумен CO2 газы түзіледі. Бізде H2CO3 негізі түзіледі, бірақ ол білеміз, түзіледі деп оны айта алмаймыз, ол бірден ыдырап кетеді H2O-мен сумен CO2 газына, иә, себебі бұл тұрақсыз қышқыл, ол түзілді деп айта алмаймыз, себебі түзілген бетте сразу сумен көмір қышқыл газына ыдырайды. Күміс нитратымен әсер еткен кезде бізде сары тұнба, яғни аргентум 3 по4 деген сары тұнба түзіледі, иә. Бұл фосфор қышқылын сапалық реактив болып табылады. Яғни H3PO4-ке аргентум NO3 әрекеттескен кезде аргентум 3PO4 бізде сары тұнба түзіледі, и HNO3 азот қышқылы бөлініп шығады, иә. Қолданылуына келек, фосфор қышқылы тамақ өнеркәсібінде алкогольсіз сусындарға қосылады екен, иә. Органикалық синтезде өршіткі рөлін атқарады көбіне. Минералды тыңайтқыш алу үшін қолданылады. Кальций фосфатын үй жануарларына арналған дәрумендердің құрамында қосады және жемірілуден қорғау үшін темір бұйымдарының бетін натрий фосфатымен өңдейді, және де отқа төзімді бояулардың да құрамына осы фосфор қышқылын қосады екенбіз, иә. Кальций фосфаты тіс пасталарының және тісті пломбалаушы материалдардың құрамына кіреді. Жалпы бізде фосфор тістің құрамына кіреді, иә. Орта фосфор қышқылының тұздары 3 түрлі тұз түзеді, себебі 3 негізді қышқыл, иә. Дигидрофосфаттар, гидрофосфаттар немесе орта тұздар, кәдімгі фосфаттар түзеді екен, иә. Жартылай алынуына келетін болса, жартылай бейтараптану арқылы, мысалы H3PO4 пен натрий OH әрекеттескен кезде, жартылай бейтараптанған кезде бізде натрий H2PO4 түзіледі, немесе су түзіледі. Не болмаса, жартылайдан сәл көбірек орташа бейтараптанған кезде бізде уже натрий 2H2PO4 түзіледі. Мынау бізде натрийдің дигидрофосфаты, мынау натрийдің гидрофосфаты, ал мынау уже натрийдің фосфаты, иә. Толық бейтараптанған кезде бізде мынау сілті, мынау қышқыл, сілті мен қышқыл бір-бірінен әрекеттескен кезде бейтараптану реакциясы жүреді, иә. Нәтижесінде фосфат, орта тұз және де су бөлініп шығады. Ал жартылай бейтараптанған кезде бізде гидрофосфаттар түзеді, иә. Біріншісінде мынау бізде дигидрофосфат, ал мынау бізде гидрофосфат. Әрі қарай физикалық қасиеттері литийден басқа сілтілік металдардың және аммоний фосфаттары суда ериді, қалған фосфаттар суда ерімейді, иә. Литийден, яғни литий 3PO4 және де аммоний NH4 3PO4 бізде суда ерімейді. Так, литий 3PO4 және де NH4
4 3 еселенген ПО4 бізде осы екеуі суда ерімейді, иә. Қалған осы екеуі бізде суда ериді, қалғанда фосфаттардың барлығы суда ерімейді, иә. Тек қана литий фосфаты мен аммоний фосфаты ғана суда ериді. Так, қалғандары ерімейді. Қышқыл тұздар, дигидрофосфаттардың көбі суда жақсы ериді. Мысалы, кальций H2PO4 еселенген. Қышқыл тұздар бізде сілтілік металдар мен аммоний гидрофосфаттарынан басқа гидрофосфаттар суда аз ериді екен, иә. Мысалы, кальций H2PO4. Химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, фосфор қышқылының орта тұздары басқа тұздар сияқты ортақ қасиет көрсетеді, иә. Мысалы, қышқыл тұздар бізде сілтілермен әрекеттесе алады, нәтижесінде орта тұзбен су түзіледі, иә. Натрий H2PO4 натрий қышпен әрекеттескен кезде натрий H2PO4 және де су түзіледі. Не болмаса қыздырғанда орта тұзбен фосфор қышқылына ыдырауы мүмкін, иә. Натрий H2PO4-ті қыздырған кезде бізде натрий H2PO4 орта тұз, сосын фосфор қышқылының өзі түзіледі екен, иә. Так, бүгін фосфор тақырыбы осымен аяқталды. Сіздерге тест тапсырмаларына сәттілік тілеймін.